Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз электрохимиялық потенциалдар қатары. Сабағымыздың оқу мақсаты стандартты электродтық потенциал ұғымын сипаттау. Металдардың электрохимиялық кернеу қатары, яғни металдардың кернеу қатарына сүйене отырып металдардың химиялық белсенділігі туралы маңызды тұжырымдар жасауға болады. Сутекке қатысты тотықсыздандырғыш немесе тотықтырғыштардың электродтық потенциалы теріс мәнге, ал тотықтырғыштардың электродтық потенциалы оң мәнге ие болады. Егер металдарды стандартты электродтық потенциалдарының өсу реті бойынша орналастырса, Бекетов ұсынған металдардың электрохимиялық кернеу қатары алынады. Алдымызда кестеде көріп отырғандай, бұл металдардың Бекетов қатары, немесе металдардың белсенділік қатары. Бұл жерде химиялық белсенділігі солдан оңға қарай кемейді, ал потенциалды артады. Яғни, литийден магнийге дейін орналасқан металдар белсенді болып келеді. Магнийден сутекке дейін орналасқан металдардың белсенділігі орташа, ал сутектен кейін орналасқан металдар асыл металдар деп аталады. Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін қалай есептейміз? Ол үшін алдағы видеоны 1786 жылы итальяндық ғалым Луиджи Гальвани өлген құрбақаға скальпельмен тиген кезде оның бұлшық еттерінің жиырылатынын байқайды. Денеден бөлінген құрбақа аяқтары да дәл сондай әрекет көрсеткен. Бұл құбылысты 1790 жылы өзге итальяндық ғалым Алессандро Вольта түсіндірді. Ол бұлшық еттердің ішіндегі сұйықтық бір уақытта екі түрлі металмен түйіскенде бұлшық еттердің жиырылатынын көрсетті. Бұл құрбақа бұлшық еттерінің жиырылуына себепші электр тоғын тудыратын гальваникалық элементтің ашылуына алып келді. Кернеу қатары мен электродтық потенциалды пайдалана отырып, гальваникалық элементтегі тоқ бағытын анықтауға және оның электр қозғаушы күшін есептеуге болады. Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін есептеу кезінде катод потенциалынан анод потенциалын шегеріп тастайды. Есіңде болсын, электродтық потенциалды тікелей өлшеу жолы жоқ. Оны тек қана гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін немесе белгілі потенциал бойынша белгісіздің есептеу. Гальвани тізбегінің иондық кестесі мынандай. Бұндағы металдарды сутекті қоса электродтар потенциалдардың алгебралық шамасының артуына сай орналастырса, Бекетов тапқан кернеу қатарына сай келетін химиялық активтігі бірінен бірі кемей орналасқан стандартты электродтық потенциалдар қатары шығады. Одан металдың стандартты электродтық потенциалының алгебралық мөлшері неғұрлым кіші болса, соғұрлым химиялық активтігі жоғары болатындығы көрінеді. Металдардың стандартты электродтық потенциалы белгілі болса, кез келген екі металдан тұратын гальвани элементінің электр қозғаушы күшін есептеп шығаруға болады. Ол үшін алгебралық шамасы үлкен потенциалдан шамасы кіші потенциалды алу керек. Мысалы, мыс, мырш гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшін есептеу үшін мыстың стандартты электродтық потенциалынан мырштың стандартты электродтық потенциалын алады. Сонда электр қозғаушы күш тең мыстың стандартты электродтық потенциалынан аламыз мырштың электродтық потенциалын. Сонда плюс 0,134-тен аламыз минус 0,176 тең болады плюс 1,110 вольтқа тең. Стандарттық электродтық потенциал қатары бойынша қорытындыласақ. Әрбір металл стандартты электродтық потенциал қатарында өзінен кейін тұрған стандарттық потенциал шамасының алгебралық мәні үлкен металды ығыстырып шығаруға қабілетті. Сутек сұйытылған ерітінділерінен стандарттық потенциалы теріс болатын металдар арқылы ығыстырылады. Гальвани элементін құрайтын металдардың стандартты электродтық потенциалдары бірінен бірі алгебралық шамасы бойынша алшақ болған сайын оның электр қозғаушы күшін көбірек болады. Егер металдың өз тұзының ерітіндідегі концентрациясы 1 моль бөлінген литр мөлшерінен артық не кем болса, оның потенциалы стандартты электродтық потенциалынан өзгеше. Осымен, балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.